Достар, міне мен жаңадан новый кабинет, мынау сол новый кабинетке заказ жасайын деп жатырмын. Бұл кісі 2 магний водород заказ бер деген. Бірінші міне маркет бөліміне кіреміз. Міне 2 магний водород керек. Мынау біреу, бұл керек емес бізге. Мына жерде міне 2 магний водород, 62 упаковка деп тұр. Бұл жерде магний водород аласыз ба, әлде басқа 6 өнімнің біреуін аласыз ба, бұл жерде өзіңіз білесіз. Магний водород деп добавить в корзину дегенді міне белгілейміз. Басамыз үстінен, міне астында көрдіңіз ғой, добавлено деп шығып тұр. Енді мына жоғарыда міне корзинаның суреті шығып тұр. Осы корзинаның үстіне басамыз. Міне біздерде не шығып тұр. Міне 60 плюс 7200, 67200 НДС мен сделать заказ дегенді басамыз. Мына жердегі сделать заказ дегенді басамыз. Міне енді бізге не шықты? Анкета шықты. Осы анкетаны толтырамыз. Қазақстан. Қаяқта? Міне Қазақстан. Город Астана. Адресін білмеймін, адресін кейін толтырармыз. Мына жерде міне самовывоз дегенді белгілеп өтеміз. Сосын есть подробности. Мына жерде оплатить сейчас Казахстан дегенді басамыз. Міне осыны басамыз. Оплатить Казахстан. Енді мына жерде мынаның барлығын толтырамыз. Номер карты, менікі өзімдікі, маған аударып жіберді бұл кісі. Соны толтырамда, мына жерге жаңағы CV кодты жазам. CV кодты жазамда, растауды басам. Маған Каспий Голдыма хабарлама келді. Енді отправить. Мына жерде электронный почтаны жазып жіберсеңіз болады. Қараңыз, оплатитті баспай тұрғанда, енді мен бірінші Каспий Голдыма кіремінді. Каспий Голдымнан интернет покупкаға 67200 100 мыңға лимит ашып қоямын. Қараңыздар, міне Каспий Голдқа кіреміз. Мой банкқа кіреміз. Мына жерде Каспий Голдта мінекейіңіз Каспий Голдтың өзіне кірдік. Енді мына жерде оплата в интернет жені басамыз. Открыть доступ дегенді басамыз. Мысалы, 2 магний водородқа маған 100 мың ашу керек болады. 2 өнімге. Применить лимит. Міне. Енді закрыть доступ деп өстіп жауып қоямыз. Не болмаса, мысалы, открыть доступ 1 магний водород алатын болсаңыз, 50 мың теңгені ашамыз. Применить деп осылай. Закрыть доступты болғасын жауып тастаймыз. Енді қараңыздар, егер 201.600 теңге VIP пакетке төлейтін болсаңыздар, мына жерде 200 мың деген 200 мың жетпейді, бізде 201.600, яғни біз 500 мың лимитті ашамыз. Применить лимит деп. Көрдіңіздер ғой, міне 500 мың деп ашамыз. Болғаннан кейін закрыть доступ деп жауып тастаймыз. Лимит ашып қойдым, міне платеж выполнен дейді. Закрыть доступ. Бірден жауып тастадым қайтадан. Так, вернуться в магазин. Мінекей, енді міне оплачен деп келіп тұр. Мына жерде көріп тұрсыз ғой, оплачен деп келіп тұр. Міне 2 неге. Енді мына жердегі бізге маңыздысы код. Осыны жаңағы офиске барып көрсетеміз.